Осындайда қызық болады екен. Атырауда өзінің туған ағасының ешкісін, ойлаңыздаршы, туған ағасының ешкісін сойып алған жігіт сотталды. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Араққа сылқия тойып алған Атырау облысы Қызылқоға ауданының тұрғыны ағасының үйіне келіп, жеңгесімен ұрсысып қалады. Мұндай бассыздыққа шыдамаған жеңгесі қайын-інісін үйінен қуып шығады. Мас жігіт өш алу үшін қораға кіріп, бейкүнә ешкіні сойып тастайды. Ауру адам тырысқақ, аш адам ұрысқақ келеді дейді ғой. Қарнын тойдырып сабасына түскен жігіт есін полиция бөлімшесінде бір-ақ жияды. Артынша іс қозғалады, сот болады, айыпты ағасына 10 мың теңге көлемінде шығын келтірген. Ақыры туысы інісін кешіреді. Дегенмен айыпты қылмыстық кодекстің 188 бабы ұрлық бойынша 5 жылға шартты түрде сотталады. Айтпақшы, Мұрат Әбділдәні бостандыққа шығаруға мүмкіндік бар. Жайдарманшы Мансар Орынхан аты шулы блогердің анасымен бірге видео мәлімдеме жасады. Сөйтіп көпшіліктің қолдауын сұрады. Материалдың толық нұсқасы сайт